Барлықтарыңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, сондықтан каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде қоңырауша батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Бүгін сіздерге үй жағдайындағы көшет отырып көрсететін боламын. Көшет яғни қызанақ, баклажан, қияр, соларды қалай өсіру керек екендігін көрсететін боламын. Яғни бұл көшеттеріміз біздердің алдын ала тұқымын біздер оның құмға үй жағдайында отырып өсіріп алғанбыз. Яғни бір ыдысқа, арнайы ыдысқа салып, дәндерін салып, оны күнделікті күтіп, оны баптап, оның осындай сабақтары шыққанша үйде жылы жерде сақтадық. Яғни қазір май айы, енді май айында күн жылып, қарымыз кетіп, жаңағы жаз мезгілі шығуға дайын болған кезінде біздер осылай үй жағдайында отырып өсіретін боламыз. Яғни ол үшін біздер бірінші бір күн алдан топырағымызға, егілетін жерімізге суымызды құйып дайындап аламыз. Себебі жеріміз қатты болмас үшін тез жаңағы жапырағы, жаңағы ішіндегі тамыры тез жаңағы жерге сіңіп өсуі үшін. Міне осылай отырғызып алдық. Мен малинаның жанына ектім. Себебі су құйған кезде малинаға да, жаңағы қиярымызға да бірге су беріледі. Енді бұл қияр жаз мезгілінде ғана өсетін болғаннан кейін, қысқа бұлар теплицада өседі, көбісі теплицада егеді. Мен сондықтан бұны бір жылдық қана жемісін көргендіктен осылай малинаның жанына ғана еге салдым. Ал малина болса, ол қыста да тұра береді, жапырағы су қармайды, суық ұрып кетпейді. Міне екінші қиярымызды да дәл осылай егіп алдық. Ең бастысы жаңағы тамырларын жақсылап осылай тереңірек қолымызбен қазып, ең бастысы осындай тамырымызды отырғызамыз. Дәл осылай егіп аламыз. Және де отырғызып болғаннан кейін міндетті түрде су құйыңыздар. Мына жерде менде енем көмектесті. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап топырағымызды қопсытып, әр жаңағы талымызды осылай көшетімізді отырғыза береміз. Мен бұл жаңағы қиярларымызды сатып алғанмын. Былтыр мен өзім еккенмін, бірақ сонда да әдем болып шықты. Енді биыл мен үлгермегендіктен осылай мен теплицадан әкеп сатып алғанмын. Осы әр көшетті осылай сатып алдым. Және осылай отырғыза береміз. Өте оңай, еш қиындығы жоқ. Ең бастысы күтіммен қарасаңыздар, әдемі сіздерге жеміс береді. Енді мен өзі 6 көшет алдым қиярдан. 6 көшетті осылай 6 малинаның жанына отырғызып аламыз. Міне бүкіл осылай отырғызып алдық. Енді біздер жаңағы помидорымызға, яғни қызанағымызға келдік. Қызанағымызды да міне соңғы қиярымызды отырғызып алдық. Енді отырғызып болғаннан кейін барып біздер жаңағы қызанағымызды егетін боламыз. Қазір оны де көрсетемін. Мен әр жылы жазда осылай қиярымызды, қызанағымызды дәл осылай егемін. Жылда жемісін жейміз. Өте керемет болып шығады. Ең бастысы сіздер осылай күтіммен қарасаңыздар, ол міндетті түрде жемісін береді. Енді біздер міне қызанағымызға кезек келді. Қызанағымызды тура солай ең бастысы жерін бір күн алдын су құйып, жерді жұмсартып аламыз. Содан соң барып қолымыздың немесе күрегіміздің көмегімен жерді қазып, осылай әр көшетті осылай отырғыза беретін боламыз. Міне енді екінші қызанағымызды отырғызып алдық. Мен бұл жерде 20 көшет алдым қызанақтан. Енді осылай 10-нан осы өзіміздің егетін жерімізді әдемілеп қопсытып дайындап алғанбыз. Міне көшеттеріміз осылай. Ең бастысы біздер көшетіміздің осыны тамырын жақсы қаттылау жерін алыңыздар. Сол кезде жел кетсе, ол жаңбырға да төтеп беретін болады. Сынып, белінен бөлініп сын қалмайды. Ең бастысы жақсы ұстап, өзінің тамырымен тез өсетін болады.
міне соңғы қызанағымызды отырғызып алдық. Мен бұл жерде баклажанымды да тура осылай отырғызып алдым. Ең бастысы уақытылы су құйып көшеттерімізге жақсы қарасаңыздар, ол тез жемісін беретін болады. Видеомды көріп соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Жемісті жыл болатын болсын. Қош сау болыңыздар.